Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше, Instagramда хит болып жүрген керемет торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл торт ешқандай сливкиді, творожный сырды қажет етпейді, қолжетімді заттардан тұрады. Ең алдымен 4 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Үстіне жарты кесе шекерімізді салып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз 2 есе ұлғаю қажет. Миксерлей отырып, 1 кесе сгущенный молокомызды қосамыз, және 1 кесе қаймағымызды қосамыз. Барлығын тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Ал енді құрғақ заттарымызды қосатын боламыз. Барлық құрғақ заттарымызды електің көмегімен өткізіп аламыз. Сол кезде біздің коржымыз өте биік болып шығады. Мен разрыхлитель, ұн, какаоны барлығын салып алдым. Барлығын қою масса болғанша миксерлейтін боламыз. Және аяқ жағында кішкене жарты кесе сұйық майымызды қосып жібереміз. Біздің массамыздың қоюлығы осылай болуы қажет. Ал енді формамызды дайындайтын боламыз. Менің формамның размері 260 диаметр. Формамызды фольганың көмегімен қаптап алдым. Ал енді массамызды құйып, 180-200 градуста пеште пісіріп аламыз. Біздің тортқа арналған корждарымыз пісті. Піскенін ағаш таяқша арқылы білсеңіздер болады. Ал енді бисквитімізді пышақтың көмегімен формадан шығарып аламыз. Негізі толықтай суу қажет, сол кезде әдемі болып шығады. Бисквитімізді толықтай суығаннан кейін бөліктерге кесетін боламыз. Менен 3 бөлік шықты. Бірінші бөліктегі коржымыздың төбесін кішкене кесіп аламыз. Ол бізге әсемдік үшін қажет болады. Біз барлық коржымызды кесіп алдық. Ал енді кремдерін дайындайтын боламыз. Ал енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 банка вареный сгущенка және қаймақ, сармай қажет болады. Барлығын ыдысымызға салып аламыз да миксерлейтін боламыз. Бұл крем ең оңай кремдердің және ең дәмді кремдердің бірі. Өте тез жасалады және дәмді болып шығады. Біз кремімізді дайындап алдық. Ал енді тортымызды жинайтын боламыз. Ыдысымыздың астына кішкене кремімізден жағып жібереміз. Өйткені тортымыз қимылдап кетпес үшін. Одан кейін бірінші коржымызды қойып, үстіне кремімізді жағып, оның үстіне қайттан коржымызды қойып, крем жағып, солай жинайтын боламыз. Бұл торт ешқандай пропитканы қажет етпейді. Өйткені өте влажный болып шығады. Екінші коржымызды қоямыз. Қайттан үстіне кремімізді жағатын боламыз. Ал енді соңғы коржымызды қоямыз.
Соңғы қалған кремімізді барлық шетіне, жан-жағына тегізіп жағатын боламыз. Жаңағы әсемдік үшін алып қалған коржымызды қолдың көмегімен үгітеміз. Үгітіп алған соң осы тортымыздың бетіне себетін боламыз. Біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше торттардың бірі. Дастарханға осы күйінде қойсаңыздар болады. Қазір ішін кесіп көрсететін боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Тағы менің каналымнан қандай рецепт көргілеріңіз келеді, астына жаза кетіңіздер.